Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін миксерді қажет етпейтін, осында жұмсақ бір жасағынан шығатын пирог жасайтын боламыз. Ал бисмилля деп бастаймыз. Сүтімізді, майымызды, шекерімізді барлығын дайындап қойғанмын. Ұнымызға разрыхитель салып, шекер салып, жақсылап араластырып аламыз бір-біріне. Одан кейін барлық сұйық массаларды құятын боламыз. Мен мына жерде сүт қолдандым. Сүт, сұйық май, жұмыртқа барлығын салып, жақсы түйіршігі жоқ масса жасайтын боламыз. Осылай бір қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Іртік болып қалмау керек. Осылайынан жақсылап араластырып, іртігі жоқ сұйық масса қылып шығаратын боламыз. Жақсылап араластырып, сұйық массамыз дайын болды. Осындай масса болу керек. Одан кейін протеинімізге салып, табамызға салып, жақсылап салып алатын боламыз. Табаға салып текстеп шыққаннан кейін табамызды ұрып жіберетін боламыз. Осылай ұрып 180 градусқа печке салып, осындай пирог дайын болады. Ал сіздерге ас болсын, дайындап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Бибайша.